Сәлем досым, бұл Көз әлемі каналы. Бүгінгі видеода мен саған ең қызықты логикалық сұрақтар жасырамын. Ойыңның қаншалықты жүйрік екенін білетін боламыз. Ойын бастамас бұрын арнаға тіркеліп кетуді ұмытпа. Дайын болсаң, кеттік. 3 қаңтар күні Қайсардың үйінің қонақ бөлмесінен бірдеңенің сынған даусы естілді. Әйелі жүгіріп не болғанын білу үшін барғанда қымбат тұратын вазаны біреу сындырып алыпты. Үйде баласының достары болатын. Анасы достарын шақырып алып, бұны кім сындырған деп сұрайды. 3 досы да бірден біз сындырған жоқпыз деп жауап береді. Бірінші досы бұл уақытта мен ертеңгі ТЖБ-ға дайындалып жаттым дейді. Екінші досы ол уақытта мен компьютер ойнадым дейді. Үшінші досы мен ол уақытта үйдегі бассейнге шомылып жаттым дейді. Ал сен қалай ойлайсың, вазаны сындырған кім? Жауабы: вазаны сындырған бірінші досы, себебі ол ертеңгі ТЖБ-ға дайындалып жаттым деді. Ал мен бұл оқиға 3 қаңтарда орын алған деген болатынмын. Ал 3 қаңтарда барлық мектептерде демалыс болады емес пе? Демек ол вазаны сындырып қойғанын біліп қоймас үшін өтірік айта салған. Мына суреттен артығын тауып көрші. Ал енді мына суреттен артығын тап. Астана қаласының мега ойын-сауық кешенінде ұрлық болады. Бір адам полицейлерді осы жерге шақыртып, өзін біреулер әжетхана ішінде тонап кеткенін айтады. Келген полицей толығырақ түсіндіріп беруін сұрайды. Ол: мен әжетхана ішінде қолымды жуып тұрғанмын, әжетхана ішінде жалғыз едім. Біреу арт жақтан келіп басымнан бір-ақ ұрды, сосын талып қалдым. Тұрсам, ақшаларымды ұрлап кетіпті. Ол арт жақтан келгендіктен түрінде көре алмай қалдым. Өтініш, оны ұстап беріңіздерші деп айтады. Бұны естіген полицейлер оны бірден тұтқындайды. Ал енді сұрақ: полицейлер неге оны тұтқындады? Жауабы: себебі ол өтірік айтып тұр. Кез келген ойын-сауық кешеніндегі әжетханаларда қол жуатын жерде айна болады. Сондықтан да ол артынан келе жатқан ұрлықшыны көрер еді. Оның үстіне Астанадағы мега ойын-сауық кешенінде адамдар өте көп болады. Әсіресе кешкі уақытта. Әжетханада адам жоқ болуы мүмкін емес. Көзіңнің қырағы екен байқайық, мына суреттен артығын тап. Саяның Instagram парақшасында 643 оқырманы бар. Ол Instagramға күніге сторис салып отырады. Бір күні ол өз парақшасына мен қазір экзотикалық аралда отбасыммен бірге қыдырып жүрмін деп суретпен пост салады. Суреттің астына бір оқырманы сен өтірік айтып отырсың, сен экзотикалық аралға бармадың ғой деп жазып жібереді. Қалай ойлайсың, ол неліктен олай жазды? Жауабы: ол шынымен де экзотикалық аралға барған жоқ. Егер суретке мән беріп мұқият қарасақ, Саяның қасындағы 3 адамның көлеңкесі бар екенін, ал Саяның көлеңкесі жоқ екенін байқауға болады. Демек ол өз суретін осы суретке фотошоппен қоя салған. Ал енді кішкене қиынырақ, мына суреттен артығын тап. Бір күні ер адам үйін тонап кеткендігін айтып полицияға хабарласады. Оқиға орнына барған полицей бұл ұрлық түскі 2-лерде болғанын болжайды. Сол уақытта үйлерінде болмаған 4 досты күдікті ретінде ұстайды. Олардан түскі 2-лер шамасында қайда болдыңдар деп сұрайды. Олар: төртеуміз бірге азанда базарға киім алуға кеткенбіз. Қайтар жолда көліктің дөңгелегі жарылып қалды. Сондықтан үйге тек сағат 4-те келдік дейді. Осыдан кейін тергеуші төртеуін де тергеу бөлмесіне кіргізіп жеке-жеке тергейді. Тергеуші осы төртеуіне де бір сұрақты қойғаннан кейін үйді осылар тонағанына көз жеткізеді. Енді саған сұрақ: тергеуші оларды жеке-жеке шақырып алып қандай сұрақ қойды? Жауабы: тергеуші олардан көліктің қай дөңгелегі жарылып қалған еді деп сұрақ қойды.
Ешқандай да дөңгелек жарылмаған болатын, сондықтан олар бұл сұраққа әртүрлі жауап берді. Олар бұл оқиғаны өздерінің ізін жасыру мақсатында ойдан құрастырылғаны анықталды. Мына суреттен қанша сан көріп тұрсың? 3 пе, 4 пе, әлде одан да көп пе? Өз жауабыңды комментарий бөліміне жазып қалдыр. Бұл оқиға қыркүйектің 9-ы күні орын алған. Беделді кәсіпкер Нұрсұлтанның үйін тонап кетіпті. Содан ол полицейдің көмегіне жүгінеді. Оқиға орнына келген полицей сол жерде жұмыс істейтін 3 адамды күдікті ретінде тергейді. Бірінші күдікті ретінде тазалықшыны тергейді. Тазалықшы өзінің бұл оқиғаға еш қатысы жоқтығын және сол күні ол қатты ауырып өз үйінде болғандығын айтады. Екінші күдікті жүргізушісі. Ол Нұрсұлтанның қызын мектептен алуға кеткенін айтады. Бағбаншы ол уақытта ағаштарды суғарып ретке келтіріп жатқанын айтады. Ал сен қалай ойлайсың, Нұрсұлтанның үйін кім тонады? Мына суретке мұқият қарасақ, бағбаншының қолы мен мойнында қымбат әшекей бұйымдар тұр. Қарапайым бағбаншыда бұндай қымбат дүниелер қайдан жүр? Демек, ұрлықшы осы болғаны. Қалай ойлайсың, мына суретте не дұрыс емес? Бұл суретте есіктің топсасы мен тұтқасы бір бағытта орналасып тұр. Мына суреттен айырмашылығын тап. Мына суреттің айырмашылығын тап. Осымен видео аяқталды. Логикалық сұрақтарға қаншалықты дұрыс жауап бердің? Өз ойыңды комментарий бөліміне жазып кет. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпа.